Достар, қазір ғана қола жүлде үшін тартыс аяқталды. Баянауыл ауданы бірлік командасы мен Аққулы ауданы Мерғалым ата командасы ойнады. Жалпы есеп 2-1. Қола жүлденің иегері Баянауыл ауданы. Дәл қазір менің жанымда осы команданың белді ойыншысы Дидар тұр. Дидар, енді бүгінгі ойын туралы айтып берсең, ойын қалай болды? Бүгінгі ойын жақсы өтті. Мықты командалар, 12 команда болды. 12 команданың ішіндегі бәрі дайындалып, бәрі дайындалып келді, жақсы ойын болды. Жалпы аттарың, жігіттердің ойыны сенің көңіліңнен шықты ма? Шықты. Осы ойынға деп 10 күн осында жатып дайындалдық. Енді Баянауыл ауданының осы көкпарға деген көңілі ерекше секілді. Өйткені сендердің әрбір салымдарыңа бір тай атабатты. Ондай бізде мәрт азаматтар көп енді бізде Баянауылда. Үшінші орынға ризасың ба? Енді риза болғанда енді бірінші орын аламыз деп келдік дайындалып. Енді бұйырғаны осы болды енді. Алдағы жоспар қандай? Алдағы жоспар енді осы дайындығымызды тастамаймыз. Алла жазса енді шығамыз, ойнаймыз. Енді қазір жетекшіміз енді Азик ағамыз, Әзілхан ағамыз. Сол кісінің нелерін орындаймыз енді. Ол кісінен жерге қаратпаймыз деп нетеміз енді. Осыншама 12 атты бір өзі алып беріп бәрімізге. Әр қайсымызда бір аттан форма бәрін өзіне етіп. Сол жетекшілік жасап жатырмыз. Ол кісінің енді жерге қаратпаймыз деп ойлаймын енді. Дайындықты күшейтесіңдер ғой енді. Дайындықты күшейтеміз. Сосын Қапар ағамыз бар. Ол кісі де осылай. Қанат ағамыз бар. Қасымыздан қалмайды осылай. Жақсы, аттан түспеңдер. Сендерге сәттілік тілеймін. Қашанда болса Павлодар облысының Баянауыл ауданының туын биіктесін. Әмин, рахмет. Рахмет.